Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге лаваш пен фарштан жасалған ерекше дәмді тағамның рецептісін ұсынамын. Өте дәмді әрі тойымды ас. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бұл сіздерге де ұнайды. Рецепті ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Ең алдымен 90 грамм ірімшікті үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Құрметті көрерменім, мен каналымда тек сәтті шыққан рецептілермен бөлісемін. Керек кезде мені таппай қалмас үшін каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Азырақ көк пиязды алып, майдалап тураймыз. Егерде сізде көк пияз болмаса, оның орнына жай пиязды майдалап турап пайдалансаңыз да болады. Және де бізге бір тал жұмыртқа керек болады. Жақсылап араластырып, бір ас қасық мөлшеріндегі жұмыртқаны бөлек алып қоямыз. 150 грамм фарштың үстіне азырақ тұз себеміз және де дайындап қойған жұмыртқамызды құйып жақсылап араластырамыз. Қаласаңыздар өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қосуларыңызға да болады. Алдын ала дайындап қойған лаваштың үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майды қолымыздың немесе щетканың көмегімен бір тегіс етіп жағып шығамыз. Енді лаваштың бетін толықтай майлап болғаннан кейін алдын ала үккіштен өткізіп дайындап қойған ірімшікті бір тегіс етіп сеуіп шығамыз. Бетін әрлеу үшін мен азырақ ірімшікті бөлек алып қойдым. Ендігі кезекте ірімшігі бар лаваштың үстіне екінші лавашты орналастырамыз және де оны тағы да майлап дайындап аламыз. Егер сіздерде фарш қатты майлы болса, майлауды қажет етпейді, фарштың жағдайына қарап көресіздер. Майланған екінші лаваштың үстіне дайындалған фаршты бір тегіс етіп араластырып шығамыз. Қолымыздың көмегімен немесе осындай силикон лопатка, яғни қалақшаның көмегімен жасаңыздар да болады. Фаршты орналастырып болғаннан кейін оның үстіне туралған көк пиязымызды сеуіп шығамыз. Бейнеде көрсетілгендей бір шетінен бастап дөңгелетіп орап шығамыз. Қызарып әдемі пісуі үшін жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Табаға орналастырып, қызып тұрған пеште 180 Цельсий градуста 15-20 минутта пісіп шығады. Осы күйінде жей беруге болады, бірақ мен әдемі болсын, дәмді болсын деген мақсатта азырақ жұмыртқаны жағып, көк пияз қосылған ірімшікті және де күнжетті сеуіп, ірімшік ерігенше пеште тағы да 10 минутқа қалдырдым. Мінекей осымен лаваштан жасалған тағам дайын. Бөліктерге бөліп, тарелкаға салып, дастарханға ұсынамыз. Дәмі ерекше, иісі де мұрын жарып тұр. Самсадан еш кем емес. Көріп отырғандарыңыздай жасалу өте оңай. Құрамындағы заттар қолжетімді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге рецепті ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Каналға тіркеліп қоңырау белгісін басуды да ұмытпаңыздар. Мен үшін бөлген уақыттарыңыз үшін рахмет. Келесі бейнеде жүздескенше.